Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен transitive and intransitive verbs тақырыбын үйренетін боламыз. Бұл қатты қиын емес, тек ережесін жаттап алсаңыздар болды. Transitive verbsке біз толықтауышты білуіміз керек. Толықтауышты барлығымыз білеміз ғой, кімді, нені деген, кімге, неге деген сұраққа жауап береді. Кім деген сұрақтарға жауап береді. Яғни transitive verbs толықтауыш арқылы жасалады. Яғни толықтауышы бар сөйлем болса, ол transitive verbs болып есептелінеді. Міндетті түрде толықтауыш болу керек. Transitive verbsті мысал үшін кейде айтады ғой, мына сөйлемнен transitive verb тап деп. Сол кезде біз оның ішінен толықтауышты іздейтін боламыз. Яғни кімді, нені, неге, кімге деген сұрақтарды біз жауабын іздейтін боламыз. Мысал үшін, I opened the door. Мен есікті аштым. Мен нені аштым? Мен есікті аштым. Есікті, нені? Толықтаушы, яғни бұл бізде transitive verbs болады. Толықтаушы бар сөйлем болса, ол transitive verbs. Достар, ұмытпаймыз. Толықтаушы кімді, нені, кімге, неге. Екінші сөйлемге қарасақтар. She loves animals. Ол жануарларды жақсы көреді. Ол нелерді жақсы көреді? Нені жақсы көреді? Жануарларды жақсы көреді. Яғни кімге, неге деген сұраққа жауап беріп толықтаушты бар сөйлемі болып тұр. Яғни бұл intransitive, яғни бұл transitive verbs. Бұл transitive verbs. Келесі transitive verbs'тің мысалдарын айтатын болсақ, examined дегеніміз ол тексерді. The doctor examined the patient. Дәрігер науқасты тексерді, пациентті тексерді. Кімді тексерді? Науқасты, пациентті тексерді. Бұл жерде patient, бұл жерде бізде не болып тұр? Object болып тұр, яғни толықтауыш болып тұр. Greeting, сәлемдесу. He is greeting his friend. Ол өзінің досымен амандасты. Кіммен амандасты? Досымен. Кімге сәлем берді? Досына сәлем берді. Досымен амандасты деп бізде бұл жерде толықтауышпенен жасалынып тұр. Like, ұнату, I like her. Мен оны ұнатамын. Кімді ұнатамын? Оны ұнатамын. Толықтауыш болып тұр. Бұл бізде transitive verbs, яғни толықтауышпен жасалады. Кімді, нені, кімге, неге, кім деген сұрақтарға жауап беру арқылы. Ал енді intransitive verbs, бұл жерде толықтауыш мүлдем болмайды. Бұл сөйлемнің ішінен мүлдем толықтауышты қарамайсыздар. Егер сіздер intransitive verbs тап десе, толықтауышы жоқ сөйлем, ол сіздерде intransitive verbs болады. Мен бұны сіздерге 100% кепілдікпен айтамын. Intransitive verbs мүлде толықтауыш болмайды. Кімді, нені, кімге, неге, whom деген сұрақтарға жауап бермейді intransitive verbs. Одан басқа сұрақтардың бәрін жауап береді. Пысықтауыш, жаңағыдай анықтауыш деген сөйлем мүшелері бар ғой. Сол сөйлем мүшелерімен жасалынады. Қандай, қай, қалай, қашан, қанша деген сұрақтарға жауап береді ол intransitive verbs дегеніміз. Яғни, мысалға қарайтын болсақ, he shouted loudly. Ол қатты айғайлады. Ол қалай айғайлады? Қатты. Яғни бұл жерде анықтауыш болып тұр. Қалай? Қатты айғайлады. Бұл бізде intransitive verbs болып есептелінеді екен, достар. Intransitive verbs дегеніміз яғни толықтауышы жоқ, сөйлемнен басқасының барлық сұрақтарға жауап беріп кете беретін сөйлемді біз intransitive verbs, яғни қай, қашан, қалай, қайда, қанша деген сұрақтарға жауап бере отырып, осы intransitive verbs таба аламыз біз. Келесі мысал, arrived, оралу, We arrived at 10:30 a.m. Біз сағат 10-да қайттық. Қашан қайттық? Қаншада қайттық? Сағат 10-да қайттық. Мысал үшін қараңыздар. Crying. Жылап жатыр. The baby is crying. Не істеп жатыр? Жылап жатыр. Кім жылап жатыр? Бала жылап жатыр, Бұл жерде де бастауыштың рөлін ойнап тұр. Бұл жерде толықтаушының рөлін ойнап тұрған жоқ. Come. Келу. They come home late. Олар кеш келді үйге. Қалай келді? Кеш келді. Осы intransitive verbs дегеніміз осы, достар. Яғни бойында сөйлем мүшесінде, яғни ешқандай да не жоқ? Толықтауыш жоқ. Басқа сөйлем мүшелері бар. Басқа да сұрақтарға жауап бере береді. Оны intransitive verbs дейміз. Ал
транзитив verbs'ті жаңа айтып кеттік, тек қана толықтауышпен жасалынады. Болды, басқа ешқандай қиыншылығы жоқ. Ал мына жерде бір сөйлемдер бар. Транзитив verbs'те болады, intransitive verbs'те бола береді. Read, sold, walks, grew. Бір мысалын алайық. Reads. She reads a book. Ол кітап оқып жатыр. Не оқып жатыр? Нені оқып жатыр? Кітапты оқып жатыр. She reads slowly. Intransitive verbs'те ол былай болады. She reads slowly. Ол жай оқиды. Қалай оқиды? Жай оқиды. Уже бұл intransitive verb. Басқа сұрақтарға жауап беріп кетіп жатыр. Сұрағына қарайсыздар. Жаңағыдай өзіндік әрбір сөйлемнің ішінде бір кілт сөз болады, сол кілт сөзге қарайсыздар. Қандай сұраққа жауап беріп жатыр, қандай мағына білдіріп жатыр деп ажыратып, транзитив және интранзитив verbs'ті тестта, өмірде қолданған кезде осылай қолданасыздар. Мынау транзитив verbs'ке мысал үшін ол алма жеп тұр. Не жеп тұр? Нені жеп тұр? Алманы жеп тұр. Мынау қатты айғайлап тұр. Қалай айғайлап тұр? Қатты айғайлап тұр. Intransitive verbs бұл. Достар, түсінікті деп ойлаймын сіздерге видео. Егер түсініксіз болып жатса, сұрақ қойыңыздар, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Білімдеріңіз артсын. Әрқашанда ізденісте болыңыздар. Оқыған әрқашан озады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.